Так, наверное, бәрін алдым. Қызым, келе ғой, шай ішеміз. Иә, мам, қаз. Так, жарайды, онда мен өзім жұмысыма барып берейін. Сен де сабағыңа бар, кешікпей. Иә. Сәлем, Лейла, қалайсың? Жақсы. Өзің? Мен де бағана ғана келдім ғой. Жарайды, жүр, сыныпқа барайық. Балалар, сабақ басталды. Айтпақшы, сендерге хабарландыру бар. Кімнің суретке икемі бар, кім суретті жақсы салады, онда осы жарысқа қатысуына болады. Бұл жарыстың жеңімпазы сурет салу мектебіне жолдама алатын болады. Если что, кім суретті жақсы салады, соған қатысып көрсеңдер болады. Так, сонымен сабағымызды бастайық. Сендер қатысасыңдар ма жарысқа? Көкем, сен қатысатын шығарсың, итак, суретке икемің бар ғой. Суретке қатысасың онсыз. Иә, мектепке түсіп кетсем жақсы болар еді, бар ғой. Сен де сурет жақсы саласың ғой, негіз? Иә, бірақ енді білмеймін. Білмеймін, өздерің шешіңдер оны. Мен сол спортқамын ғой сразу. Туф, не болды? Ой, әкем ғой, ана жарысқа қатысасың, сурет мектебіне түсесің деп жатқан. Білесің ғой, менің әкем суретші. Содан кейін мен де сондай бірдемеге түсіргісі келеді. Иә, саған қиын негізі. Енді айтсайшы сен оларға ұнамайды деп. Тыңдамайды ғой. Енді не істейсің? Жеңуім керек. Өйтпес жаным шығарады ғой менің. Сен маған көмектесесің ғой, иә? Иә, енді көмектесемін ғой. Сол біздің сыныпта сенімен жарысатын Көркем бар. Кейде Ләйла қосылады енді, бірақ Ләйла жақсы салмайды ғой қатты. Білмеймін. Мен вообще икемім жоқ. Мен не істеймін? Көрсейші енді. Сендер қазір не істейсіңдер? Мен сол сурет қосымшасына барам ғой. Иә, ал мен мама көмектесуге. Иә, дұрыс қой. Жайданда мен бара берейін, кешігіп бара жатырмын осыда. Сау болыңдар. Жарайды, Ләйла, онда сен де сау бол. Ертең көрсеміз ғой қайттан. Бәрін шашып кетті ғой, иә? Иә, бытшын шығарған ғой. Жарайды, сен бар, ана жақтағыларды жинай бер, мен осы жердегілерді жинай берем. Жарайды. Лейла, бұнда не істеп жүрсің? Мамама көмектесіп. Мамам көше тазалаушы ма, не? Басқа жұмыс таппадыңдар ма? Я, бірақ енді дұрыс қой. Қойшы. Өзіне қарап алмай сөз қайтарады ғой ше. Мен бұны барып Сәулеге айтып берейінші. Қызым, не болды? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Жақсында жер кетті, үйге қайтайық. Ал, мам, тамақ жейік. Мама айтпақшы, бізде жақында суреттен жарыс болады екен. Жеңгендер сурет мектебіне түседі. Жақсы ғой, сен қатыссаңшы, сен онсыз да сурет жақсы саласың. Енді, бірақ мама оған енді заттар керек дегендей ғой. Жарайды, алып берем ғой бір нәрсе істеп. Немене кеш келесің? Сағат неше болғанын білесің ба? Қайда жүрсің? Мен кішкене жүріп қалдым далада. Сосын неге бүгін суретке бармағансың? Білесің ғой, дым үйрене алмай қалатыныңды. Сабақта да дұрыстап оқып жүрген жоқсың. Біз бағана ғана тамақ ішіп алдық. Өзің бір нәрсе жасап іш. Сосын әкеңді көп ашуландыра бермей ұқтың ба? Білесің ғой,